So believe me. Папа, қалайсыз? Жақсы, рахмет. Бүгін сізден интервью алуға бел будық. Бағана жолда айтып келдім ғой, не үшін бұл идея қайдан келген? Әлеуметтік желілерде бір қыз папасынан осындай сұхбат алған екен. Сұрақтарын оқып қарасам, өте қызықты сұрақтар біріншіден. Екіншіден, сіз жайлы көп нәрсе біз білмейді екенбіз. Балалық шағыңыз қалай өткені, қандай армандарыңыз болғанын деген сияқты сондай сұрақтар бар екен. Осындай интервью сұхбат түсіруге бел будық. Соған сіз келісіміңізді бергеніңізге сізге үлкен рахмет. Енді біздің әкеміз болған екен, сіз біз үшін үлкен маңызды тұлғасыз біздің өмірімізде. Сондықтан осы сұрақтарға жауап берсеңіз, біз өте қуанышты болар едік. Ал егер арасында сізге жағымсыз сұрақтар бар болатын болса, онда өткізіп жіберсек, ешнәрсе қылмайды деп ойлаймын. Иә? Жалпы көңіл күйіңіз қалай бүгін? Дәл қазір ма? Дәл қазір көңіл күйіңіз жақсы ма? Жақсы, жаман емес. Жақсы? Хорошо. Папа, бірінші сұрағымыз мынандай. Балалық шағыңыз қалай өтті? Қандай едіңіз өзіңіз? Кішкентай кезіңізде? Мен балалық шағым Туранау. Менің атым Қожа деген фильмдегі сияқты мен өте ұшқалақ болдым. Өте бұзық болдым, бірақ сабақты өте жақсы оқыдым. 4 алсам, түнімен ұйықтай алмайтын тұғымын. 4 алып қалсам. Сабақты өте жақсы оқыдым. Одан кейін жаңағы мынау шай ішіп отқанда, тамақ ішіп отқанда бір бәле оқып отыратын тұғымын. Әбден сол әдет болған. Әкем де сол газет оқып отыратын тұғын. Одан кейін жаңағыдай мынау кітапты өте көп оқыдым. Даже түнде айдың жарығымен оқыған кездерім болды. Далада ай сүттей аппақ жарық болады. Сонда азанға дейін кітап оқитын тұғын. Әсіресе мынау партизан Қасым Қайсеновтің кітаптарын өте көп оқыдым. Басқа да жазушылардың кітаптарын оқыдым ғой. Оның ішінде мына кейінгі оқыған кітаптарым Шыңғыс Айтматов пен Мұхтар Шахановтың екеуінің қосылып жазған кітабы бар. Құз басындағы аңшының зары деген. Вот соны оқым, по-моему, ең соңғы кітабым ау деймін. Одан кейін талай кітап оқыдым ғой, одан кейін де. Иә. Біздің үйде жалпы кітаптар өте көп, сіздің оқыған кітаптарыңыз. Бірақ соңғы кездері онша оқымай қойдыңыз, кітапты? Соңғы кездері онша оқымай жүрсіз? Соңғы кездері сол өзі жақсы кітап шықпай жүр ау деймін. Иә. Бұлай көңілімнен шығатын кітаптар шықпай жүр. Мен негізі кітапханаларға барып, кітап сатып, баяда кітап сатып алғанымда, осы мынау жаңа айтып кеттім ғой, Шыңғыс Айтматов пен Мұхтар Шахановтың кітабын алған кезімде бір Әлібек деген досым бар еді. Мен сол кітапты теңгенің құны бар кезде 5.000-ға ма, 7.000-ға ма алған едім. Анау жігіт өлді ғой кешке дейін. Ойпай, ол 5.000-ға анандай алар едік, мынандай алар едік деген сияқты. Мен кітаптың бағасына қарамаймын. Ұнаса болды. Дұрыс. Сондай еді. Одан кейін барып, нағасым үйіне барып бір-екі кітап ұрлап кеткенім бар. Жиендік қылып. Сондай кітап құмар болдым енді ол. Жақсы. Жақсы. Келесі сұрақ. 20 жасыңызда нені армандадыңыз? Жалпы балалық шағыңызда бір үлкен бір арманыңыз болған шығар. Сол арманыңызбен бөліссеңіз. Ол енді қазір жасымыз 70-тен асты. Армандар деген өте көп болды ғой. Ол естен шығып қалды. Не армандағанымыз? Мысалыға мен бір арманымда юрист болсам деп армандадым. Бір арманымда таксист болсам деп армандадым. Бір арманымда жаңағынау шпиондарды ұстайтын криминаль инспектор болып жаңағыдай армандадым. Сондай армандар болды. Жақсы. Өміріңізде бір қиын кезең болды ма? Қандай кезең болды? Бөлісе аласыз ба? Қиын кезеңдер. Енді ол есімнен шықты, ол қай жылдары мынау Қызылқұм ауданы, қазір Отырар ауданы. Сояқта бір жұмыс істегенімде
құдық қазып сондай шопандарға құдық қазатын тұғымыз. Сонда жаңағыдай бір өзім айдалада қап кеттім. Жаздың күні, шілденің күнінде. 2 айдан аса жаттым, бір өзім айдала құм екенде. Жаңағы вагончик бар, күндіз жанып кетеді, түнде соның төбесіне шығып жатамын. Айнала жаңағыдай шеберлер өріп жүреді. Мүмкін сол шығар қиын кезеңдер. Ол неше жасыңызда? Ол сол 22 жаста болу керек. 22 жасында деймін. Ал енді ең бақытты кезеңіңіз қандай болды? Ең бақытты сезінген уақытыңыз? Ең бақытты кезең дәл қазір ғой мінекей. Зейнетке шығып, бала шағам алдымда, немерелерім алдымда. Ең бақытты шағым осы қазір-ау деп ойлаймын. Иә, шүкір, рахмет. Енді адамдар және оның құндылықтары жайлы бір 3-4 сұрағым бар. Бірінші, адамдардың бойында қандай қасиетті ұнатасыз және ұнатпайсыз? Адамдардың мінез құлықтары әртүрлі ғой әркімнің. Иә. Мысалыға мен тура сөйлегенді, адалдықты ұнатам. Кейбіреулер екі сөйлеп өтірік күледі. Ондайларды ұнатпаймын мысалыға. Мен тік айдан бетін, қой деп. Жарайды, жас өскен сайын махаббат туралы не түсіндіңіз? Енді бала махаббат деген бір бөлек болады, ал есейген кезде бөлек болады деген сияқты. Қазір енді махаббатқа қандай түсінігіңіз бар дегендей? Махаббат енді ол өтті, кетті. Махаббат деген қойныңдағы жарың. Одан асқан адам жоқ. Адам жаңағыдай жар таңдауда қателеспеу керек дейді. Мен соны жаңағыдай алдым. Өзім жаңағыдай оқып жүрген кезімде 7-8 класстарда, мүмкін 6 класстан бастап шығар. Ауылда оқимыз ғой. Қалаға барамын, қаланың қызын аламын. Қаланың қызы жаңағыдай маған 3 комнатты квартира әпереді. 2 бала, 2 қыз туып береді. Сол қызбен жаңағыдай өмір бақи бақытты өмір сүремін. Сондай армандар болған тұғын. Бірақ енді анау тошыны кеп отыр ғой енді. Кеп отыр екен ғой, иә? Сәл комната квартира, шамалы шатаспасыз 4 бөлмелі пәтер. Жаңағы анау 3 бала шаға. Кенже қыз деген жеңгем бар. Сол қаладан кеп біз 3 комнатты емес 4 комнатты квартира алдық. Сонда үлкен ағам шаруада, одан үлкен ағам Оңдабекте, одан үлкен ағам жаңағы Мәдес көкеде. Осы 3 үлкен ағаларымыз, үлкен көкелеріміз. Осылардың бәрінің тамдары 3 комнатта тұғын. Сонда жаңағы кенже қыз жеңгем айтты ғой, мына Дахан әулие екен деп, әйелдер. Бұл өстіп армандайтын тұғын. Бәрінен озып кетті ғой бұл. Бәрінде 3 комнатты, Дархан 4 комнатты жаңағыдай квартира алды деп. Сондай өтті сәттеріміз. Жарайды, керемет. Ақша туралы не түсіндіңіз? Ақша туралы не түсіндім мен? Ақша деген бірде бар, бірде жоқ. Ақшаны көрдік. Жаңағы мынау шыны заводта жүрген кезімізде бір әйелдермен компаньон болдым. Сонда жаңағыдай шыны сатып жүрдік қой. Өзбекстаннан жаңағыдай өзбектер баяғыда кішкентай автобуспен толтырып ақша берген қап қанша қап, 50 қап па, одан көп па әйтеуір. Сол қаптарды 3 күн санаған уақытымыз болған тұғын. Басынан бастап ол санап жарысына келеміз, ішінен жаңағыдай кукла болып шығады да. Қайттан алып, қайттан санаймыз. Одан кейін жаңағы мынау ол ақша қағаз ақша болып кетті. Кейін теңгеге ауысқан кезде
кішкене есеңкіреп қалдық. Анау ақшаны құны кетіп қалды, мынау ақша жаңағыдай қолға ұстатпайды. Енді қазір, дәл қазір бұл ақшада уже құнсызданып кетті ғой мынау ақшада. Иә, құнсызданып. Ақша туралы не ойлау болады адамда? Ол жаңа бірде бар, бірде жоқ. Жалпы айтқанда қолдың кірі дейді ғой ақшаны. Иә. Вот осы мағынаға мен еш түсінбеймін, қолдың кірі деген не сөз ол? Жұрттар сөйтіп айтады. Мен осыны бір жерден оқыған едім, қолдың не сөз сол деп. Чат GPT-ден сұрап көрсек болады деп. Так, жарайды. Достық жайлы не түсіндіңіз? Достық жайлы не түсіндіңіз? Оқу? Достық. Достық? Дружба. Достық жайлы дос деген өте қиын нәрсе ол. Анық адал дос табу өте қиын. Мысалға менің қасында жүрген достарым, енді 3 кластасым қалды енді мынау Байзада Қырғызбай, Дүйсенбай деген. Бұлар енді анық дос деп айта алмаймын, жаңағыдай жолдастар бұлар, кластастар, ағайындар. Ал енді анық мынау мен жан досым дегендей адам жоқ ол. Жан дос дейтін ол жаңағыдай сенің жаныңмен кіріп, жаныңнан шығатын, жаныңды түсінетін. Ол соны дос деп айтамын. Ал достар әшейін ол так. Түсінікті. Ал енді екінші сұрақтар. Екінші не дейді? Екінші бөлімі. Айта бер. Бұл жерде өмірді түсіну жайлы басында сұрақтар. Өткен жолы 70-ке толып, үлкен мерейтойыңызды атап өттік, е? Аллаға шүкір, таудың бөктерінде өзіңіздің армандағыңыздай 70 жылдық туған күніңізді атап өттік. Өкінішке орай бірақ мен болған жоқ, қалада жұмыста болдым. Ал енді осы 70 жыл өмір сүрдіңіз, шүкір. Сол 70 жылдың ішінде бір шын мақтанатын сәтіңіз болды ма? 70 жылдың ішінде осы нәрсемен мақтан тұтамын деп айтатындай. Дәл қазір есімде жоқ. Жарайды. Ал өкінген сәттер болды ма? Өкінген сәттерім, мысалға мен айтар едім, әкем мен шешем 8-ші кластан кейін мені мынау қалаға берді оқуға. Иә. Өлім әшәпкен үйінде жүріп, сол үйде жүріп оқи беруім керек еді. Әйтпесем жоқ, анау Темірланға қатынап оқуым керек беді. Или жаңа мұны Қараспанда оқыған интернатқа беру керек беді. Мені құртқан сол қалаға келген кейін барып, 3 күннен кейін мақтаға жіберді. Сол мақта құртып кетті ғой. Мақтаға барып 2 ай қараусыз жүрдік. Сентябрь, октябрь. Қазір 50 жылдан аса уақыт өтті. Әлі есімде, сол ноябрьдің 1-2 күні келдік. Ең өкінген сәттерім сол болды. Үлкен бір қателік болды сол мақтаға жібергенде. Ауылда болғанымда Темірланда оқуым керек еді. Сонда жағдайым жақсы болар еді. Оқуды тастап кеттіңіз ба сонда? Оқуды тастап кеттіңіз ба? Бана мақтаға барған кезде? Жоқ, оқу тастап кеткен жоқпын. Сол мақтаға барған кезде қаланың балдары қоймай жаңағыдай темекі шеккенді үйретті. Вино іштік, немістерді виносы болатын тұғым. 5-6 бала бір шкелек вино әкеп, соны ішіп отыратын тұғымыз. Мақта термейміз. Сояқтан бұзық болып, сояқ бастадық қой енді. Ең өкінішті сәттер сол болды. Ал өміріңізде бір нәрсені басқаша істер едіңіз деген сияқты ондай сәттер болды ма? Мынаны басқаша істейтін едім деген сияқты.
Ондай сәттер өте көп өшіп болды қалды? ғой. Неге? Ондай сәттер өте көп болды, бірақ енді Аха. есімде жоқ. Менге дөп басып айта алмаймын. Менде өз кейінгі кезде память деген нәрсе қалмады ғой. Айтпақшыдай сізге не берген едім ғой? Блокнот берген едім ғой? Блокнот. Жазып отырыңыз деп ше? Қызық сәттеріңізді жазып жүрсіз ба? Басында біраз жазған ем, кейін қап кетті ғой. Оқта текте қайтып соған оралып жазып жүрсеңізші, есіңізге салып. Қызықты бір есіңізге түседі ғой сондай кезде. Басында біраз жазған едім, қазір енді ол қалып кетті. Ал енді папа, бізде мысалы әр адам өзінің бір армандары болады ғой. Көп арманымыз болады, бір емес, бірнеше, я. Сол армандарыңызды орындалғанын айттыңыз бағанағы. Бөлістіңіз ғой енді орындалған армандарыңызбен. Тағы арманыңыз бар ма? Тағы да орындалмаған, немесе өзіңіздің алыңызға қойған бір арманыңыз бар ма? Енді ол 70-тен асқанда енді не арман керек бізге? Менің жағымын ол басты арманым. Екі ұл, екі қыз еді. Бір ұл, екі қыз. Осылардың үй болып отырғаны, сол маған арманым орындалғаны. Ол басқа арман ешқандай мені қызықтырмайды. Так, аз ғана сұрақ қалды. Сонымен босатам. Өзіңіздің бойыңызда 3 жақсы және 3 жаман қасиетіңіз бар ма? Соны айтып өтсеңіз. Адам өзін қайтып мақтайды. Жақсы қасиет дегенде қай бір қасиет дейсің? Менің бір нем әйтеуір жаңағыдай өтірік айтпаймын. Біреудің сыртынан ғайбат сөз сөйлемеймін. Ал енді жаман қасиет болғанда менде бірақ қасиет бар. Ол жалқаулықта енді ол енді. Темекі шегемін, сол жаман қасиеттер енді. Жалқаулық. Мынандай сұрақ бар екен, қай сәтте өзіңізді ересек сезіндіңіз? Қай сәтте дейсің ба? Иә. Енді ол, по-моему, алғаш әке болған кезімде сол ерекше сезіндім ау деп ойлаймын. Жарайды. Ал қазіргі таңда сіз үшін бақыт деген не? Енді айтып өттіңіз ғой, жанұя деп, енді тағы да бір айтып өтсеңіз. Қазіргі сәтте сіз үшін бақыт деген не? Бақыт деген нәрсе не ол? Алдыңда бала-шағаң аман болса, немерелерің аман болса, одан артық не бақыт керек? Иә. Бақыт деген осы. Жастық шағыңызда сізге қандай кеңес керек еді? Жастық шағымда маған қандай кеңес? Көп кеңес керек еді. Ұшып қонып, анаяққа да бардым, бұнаяққа да бардым, Москваға оқыдым. Оқуға түсіп тұрған жеріммен жаңағыдай Иваново деген қалаға қуып жіберді. 3 қазақты. Алматының бір қызы, Жетісайдың бір баласы, мен Шымкентте үшеумізді бөліп академияға түсіп тұрған жермен жаңағы Ивановоға қуып жіберді. Қазақтар шеттететін тұғын, орыстар. Сондай өкінішті жағдайлар болды. Балаларыңызға қандай өмірлік сабақ немесе кеңес берер едіңіз? Бұл соңғы сұрақ, папа. Балаларыма айтып отырмын ғой мен, еш уақытта өтірік айтпа. Жаңағыдай біреуді жамандама, өтірік күлме. Ақырын жүріп анық бас дейді ғой, абай айтпақшы. Сөйтіп айтар едім мен. Ақырын жүріп анық бас деп. Болды ма? Иә, болды, папа, сізге үлкен рахмет. Алла бұйыртса, бұл енді кішігірім сұхбат қой.
Құдай қаласа 80 жасқа толған кезде бұдан үлкен сұхбат алуға ниетіміз бар. Егер сіз қарсы болмасаңыз. Сәл төмен түссе. 75-те. Жарайды, 75 болсын, 75 болсын, өзіңіз айтасыз, мен дайымын деп айтқанда, прям полностью банағы өзіміздің жан ұямызды, бала шаға немере. Өткен сайын менде память кетіп барар. Иә. Даже қатыннан сұраймын, кешке қандай уақыт іштік деп. Иә. Кеше қандай уақыт ішті, соны сұрап отырамын. Сіз енді берілмеңіз, память нашар деп. Жассыз ғой? Мынау темекі деген жеп қояды ғой памятті. Темекі демекші, мынау 70-ші жылы келдім қалаға, содан бері қазір мінекей 56 жыл болыпты ғой биыл енді. Шегіп атқаным. Жеп қояды памяттің барлығы. Жарайды, онда 75 жылдық мерейтойға дайындалайық, Құдай қаласа. Сол кезде үлкен сұхбат алармыз мама екеуіңізден. Бәрекелді, рахмет. Сізге үлкен рахмет. Бақытты болыңыз. Келе жатқан туған күніңіз құтты болсын. Келе жатқан туған күніңіз құтты болсын. Кешінде алдым. Рахмет үлкен. Сәл демалмаңыз, сосын фотосессияға түсеміз, не қал? Отырып темекшіге мұны асықпай. So believe me, and I say